Қыздар, жалпы біздің өмірімізге мықты керек қазір схема, яғни бірге бір қосқанда екі деп сразу жауап береміз ғой. Сол сияқты бұл техниканы да мықтылап тұрып жаттап алыңыздар. Мысалы, бізде бүйтеміз: кіріс, үйде күйеуіңіз 250 мың табады дейік, примерно. Сіз 500 мыңдай табасыз, жаңағы не бар? Одан кейін баланың пособиясы бар 100 мың дейік, осындай табыс табасыздар. Енді шығыс есептейміз. Ком услугым бар, айына төленетін, білмеймін, енді 25-30 кете береді. Кредиттеріңіз бар шығар, примерно 150 мыңдай. Садик бар, баланың садигі мысалы 50 мың, неше бала тағы 50 мың, 2 бала болса 100 мың уже. Әркімде әртүрлі, Вот, қыздар, біз жалпы мына жерде мынадан қанша артылады шығысымыз, күнделікті продукт алып жатсыз ба, не алып жатсыз, бәрін мына жерге жазып жүресіз. Ровно бір ай бойы қарайсыздар. Содан қанша артылады, сол сіздің табысыңыз болады. 20 мың артыла ма, значит 20 мың ғана табатын сияқты, яғни 20 мың ғана табатын болып тұрсыз сіз. Яғни мына жердегі табысты арттыру керек деген сөз. Негізі бұл өте миға кәдімгідей бір ой салатын техникалардың бірі, қыздар. Сол үшін табысымызды арттыруымыз керек. Өйткені білесіздер, кіріске қарағанда шығыс көп болады. Күнделікті продуктымыз бар, тамағымыз бар, қыдыратын жеріміз бар, балдарға киім, қырт-жырт, ойыншық күнделікті 15 мың 20 мың алып бересіздер мысалы. Вот сондай нәрселерді ол кезде мына шығыстарыңызды көріп шошып азайтатын боласыздар. Сол үшін бір ай бойы, ертең сентябрьда, қазір октябрьден бастап бір ай бойы шығыстарыңызды жазып жүріңіздер, и кірісті де жазып жүріңіздер. Ең соңында қанша артылады, 100 мың артыла ма? Енді оны өздеріңіз қарайсыздар. Сол кезде түсінесіздер, оказывается, менде неге ақша жиналмай жатыр да? Соның барлығын түсінетін боласыздар.